Т плюс И әрпі Си болып оқылады. Patience, демокраси. Егерде Т әрпінің алдында С әрпі келсе, онда Т болып оқылады. Question. И, Л және Л, Ö әріптерінің қосындысы И немесе И болып оқылады. Мысалы, travail, famille, billet. Ал виль, миль, транкиль деген бұл жерде Л әрпі оқылады. Бұлар исключение сөздер болып табылады. Ж және Н әріптері қосылып дыбысын береді. Немесе Н мягкий знакпен линь, сигналь, бенуар. Енді қазір сіздермен носовой, яғни мұрыннан дыбысталатын дыбыстарды өтетін боламыз. ОН және ОМ әріптерінің қосындысы оң болып оқылады. Мысалы, бон-бон. АН, АМ, ÖN, ÖM, аң дыбысын береді. Диван, сандр, ламп. Келесі. ИН, ИМ, ИН, ÖIN. Бұлар әң деген дыбысты береді. Сәңш, тамбр, мәң, пәндр. Және УН әріптері тоже самый. Бұлар аң деген дыбыс береді. Аң, 1, 2, 3 дегенде, мысалы 1 дегенде аң, парфум,